1207 есеп шығарайық. Біріншісін жазам. 3а минус 15 бөлшектің бөлімінде 3. Ортақ көбейткіш бізде 3 саны болады. Жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда а азайтылған 5 қалады. Бөлшектің бөлімінде 3 саны бар. 3 пен 3-ті қысқартып жіберетін болсақ, а азайтылған 5-тің өзі ғана қалады екен. Келесі екіншісін шығарайық. 16а азайтылған 2в бөлшектің бөлімінде 8а азайтылған в. Бөлшектің алымынан 2 саны шығарып жіберейік. Сонда 8а азайтылған в ғана қалады екен. Бөлшектің бөлімінде 8а азайтылған в бар. Сонымен жақша мен бөлшектің бөлімі қысқарып кетеді де 2 саны ғана қалады. Келесі үшіншісін шығарайық. 10 азайтылған 6а бөлшектің бөлімінде 3а азайтылған 5 ден бөлшектің алымынан 2 саны шығарып жіберейік. Сонда қалды 5 азайтылған 3а. Ал бөлшектің бөлімінен минус 1 саны шығарып жіберейік. Сонда 5-ті бірінші жазуымызға болады. 5 азайтылған 3а. Жақша мен жақша қысқарып кетеді де 2-ні минус 1-ге бөлетін болсақ, минус 2 ғана қалады. Келесі төртіншісін шығарайық. 12а азайтылған 4 бөлшектің бөлімінде 1 азайтылған 3а. Жақшаның бөлшектің алымынан 4 саны шығарып жіберейік. Қалды 3а азайтылған 1. Ал бөлшектің бөлімінен шығарамыз минус 1 саны. Сонда 3а минус 1 деп жазсақ болады. Тең. Жақшалар қысқарып кетеді. 4-ті минус 1-ге көбейтетін бөлетін болсақ минус 4 болады. Келесі 5-шісін шығарайық. S азайтылған 5. Ал бөлшектің бөлімі 4s азайтылған 20. S азайтылған 5 деп өзін жазып қоям. Ал бөлшектің бөлімінен 4-ті шығарып жіберейік. Сонда s азайтылған 5 қалады. Қысқарып кетеді. 1 бөлінген 4 болады. Немесе 0,125-ге тең. Келесі 6-шысын шығарайық. 4а азайтылған в бөлшектің бөлімінде 2v азайтылған 8а. Бөлшектің алында 4а азайтылған v-ның өзін жазып қоямыз. Ал бөлшектің бөлімінен минус 2-ні шығарып жіберейік. Сонда 4а азайтылған v деп жазып алсақ болады. Жақша мен бөлшектің алымы қысқарады, 1 бөлінген минус 2 болады. Ол дегеніміз минус 0,5-ге тең екен. Келесі 1208 есебіміз. Координаталық түзу бойынан А-сы және В-сы кесінділері орналасқан. Мұндағы С нүктесінің координатасы 6,1-ге тең. Бұл А және В нүктелерінің арифметикалық ортасы. А нүктесі белгілі және қандай бір В нүктесі бар. Сол екеуінің ортасы мына бір С нүктесі екен. В нүктесінің координатасын табыңыз, яғни В нүктесінің координатасын табамыз. Арифметикалық орта деген екеуін қосып 2-ге бөлгендегі нәтиже еді. Онда С дегеніміз бұл біздің А мен В-ның қосындысын 2-ге бөлгенге тең. Енді бар мәліметтерді орнына апарып қояйық. С дегеніміз бізде 6,1-ге тең. Ал А деп отқанымыз 2,4-ге тең. Ал Б-мыз белгісіз, яғни оны X деп өрнектейік. Бөлшектің бөлімінде 2. Енді осы жерден X тауып алу керекпіз. Сонда 2,4 қосылған X тең деймін да бөлшектің бөлімін теңдіктің сол жағына көбейтіп жіберемін. Сонда ол 12,2-ге тең болады. Енді X табайық. X-тен 12,2 азайтылған 2,4, оның нәтижесі тең болады бізде
9,8-ге. Сонда В нүктесінің координатасы 9,8-ге тең екен. Келесі 1209 есебіміз. Есепті теңдеу құру арқылы шығарыңдар. 3 санның арифметикалық ортасы 4,7-ге тең. Бірінші саннан екінші сан 0,3-ге кем. Ал үшінші сан 1,10 есе артық дейді. Сонда бірінші санды біз x деп белгілеп алайық. Ал екінші санды бірінші саннан екінші сан 0,13-ге кем болса, x азайтылған 0,13 болады. Ал үшінші сан ол сол бірінші саннан қарағанда 1,12 есе артық дейді. Сонда x көбейтілген 1,12 болады. Яғни арифметикалық ортасы белгілейіп, арифметикалық ортасы деген осы 3 санды қосып 3 санына бөлеміз, яғни количествосына бөлеміз. Сонда x қосылған x азайтылған 0,13 қосылған x көбейтілген 1,12. Бөлшектің бөлімінде 3 саны бар, 3-ке бөлеміз. Ал арифметикалық ортасы 4,17-ге тең екен. Енді x-терді қосып 3x жоқ, мына жерде 1,12 бар екен, сонда 3,12x болады. x азайтылған 0,13 тен 4,17-ні көбейтейік 3 санына. Сонда 3,12x тен көбейтін нәтижесі 14,1 болады, қосылған 0,13. 3,12x тен қосындысы 14,14-ге тең болады. X тен 14,14 бөлінген 3,12. Нәтижесі тең болады екен. X-іміз 4,15-ге. Бізде бірінші санды тап дегеніміз, бірінші санды біз x деп өрнектедік, сонда жауабы 4,15-ге тең болады. Бұл бізде бірінші сан екен. Келесі 1210 есебіміз. Кітапхананың оқыту залынан орташа жасы 21-ге тең 24 адам бар дейді. Осы жерде біз жалпы жасты біліп алайық. Ол үшін 21-ді көбейтеміз 24 адамға. Сонда ол 504, яғни 504 жас екен. 24 адамның жастарының қосындысы 504-ге тең екен. Енді осы жерден оқу залынан бір адам шығып кеткенде қалғандарының орташа жасы 20-ға тең болды дейді. Сонда 504 жастан бір адам шығып кетеді. Қадайда бір жастағы, оны y деп өрнектейік. Бөлшектің бөліміне 23 адам қалады. Себебі 24 адам еді, бір адам шығып кетті. Олардың орташа жасы бізде 20-ға тең болып қалды. Енді осы жердегі y-ті табайық, яғни шығып кеткен адамның жасын. Сонда 504 азайтылған y-тен 20 көбейтілген 23 болады. Сонда 504 азайтылған y, 20 мен 23-тің көбейтіндісі бізде 460-қа тең. Y-тен 504 санынан азайтамыз 460 санын. Жауабы тең болады бізде 44-те. Сонда 44 жастағы адам сыртқа шығып кеткен екен. Келесі 1211 есебіміз. Машина жолда 3 сағат жүрді. Ол бірінші сағатта 54 километр жүрді. Ал екінші сағатта одан 1,15 есе артық жүрді. Яғни бірінші сағатта ол жүрді 54 километр. Ал екінші сағатта осыған қарағанда 1,15 есе артық жүрді. Сонда 54-ті көбейтеміз 1,15-ге. Сонда 81 километрді екінші сағатта жүрген екен. Ал енді үшінші сағатта екінші сағатта жүрген жолдың 0,18-ін жүрді дейді.
81-дің 0,8 жүрген екен. Ол дегеніміз 64,8 километрге тең болады екен. Яғни 3 уақыттағы жүрген жол тауып алдық. Енді қосайық, яғни барлығы қанша жол жүрген білу үшін 54 километрге қосамыз 81 километрді, қосамыз 64,8 километрді. Нәтижесінен болады 199,8 километр, яғни барлық жол. Енді орташа жылдамдықты табу үшін, яғни 3 уақытқа бөліп жүрді оны, 199,8-ді бөлеміз 3-ке. Нәтижесінен болады 66,6 километр екен. Яғни бұл бізде жылдамдығы. Километр сағат болады. Жауабы. Келесі 1212 есебіміз. Бағасы 750 теңгелік 3 килограмм шай мен бағасы 980 теңгелік 2 килограмм шайды араластырылды. Қоспа шайдың 1 килограмм бағасы неше теңге шығады? Сонда бізде 750-ді көбейтеміз 3-ке, қосамыз 980-ді көбейтеміз 2-ке, және араластырғандағы салмағымыз 2 қосылған 3 болады екен. Ол деп отқанымыз сонда 2250 қосылған 1960 бөлінген 5. Нәтижесінен болады 842-ке. 1 килограмм шайдың бағасы 842-ден.